Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өткенде отоплениядан авиам алған едім. Алдыңғы видеода шықты. Сол үйге штукатур істейтін стяжка құятын жігіттер келді. Өткенде Ұзынағашта бір кісі штукатурка істейтін жігіттер керек деп хабарласып еді. Сол телефон нөмірін қалдырам. Таппай жатсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Құрғақтай бірінші салып алады. Bir қатар тас, онан кейін цемент, онан кейін тас, қайта цемент, оның үстіне тас. Төртке бір қып, сникерсті араластырып құйып жатыр. Қоған стяжка, зал. Онан кейін мына бөлме. Онан кейін мына бөлме. Онан кейін Байдан астына тас төсейтті, сникерсті. Онан кейін мынадай жилка керіп, нөлін шығарып, жилка керіп, оның үстіне мынадай ташкімен аударып, оның бетін тегістеп, білмейтін кісілерге айтып атқаным. Осылайына стяжка. Мастерок керек, полтерок керек. Полтеркімізді көрсетеміз. Мынадай жарты метрлік терка тегістейтін. Қазір телефон нөмір қалдырам. Штукатуркасында істейді, онdan da видео шығатын болады. Керек кісілер хабарласса болады. Телефон нөмір қалдырам. Стяжка штукатурка істететін кісілерге. Нөлден до ключада жұмыс істейді екен бұл кісілер. Үш жігіт жүрген. Төртеу, бесеу де табыла береді екен. Бригада болып жинала береді екен. Стройка қатысты любой жұмыс істей береді екен. Бағасына келіссеңіздер болды. Араластырғанда көрсетіп жатырмын. Араласпай қалады деп шашпаңыздар. Жақсылап араластырып жатырмын. Астынан көтеріп тұрып.